Ұйықтап жатқан майы қызметкері ұйқысырап, «Камаз, КамАЗ» десе, әйелі атып тұрып, «Пустой, пустой» деп жатқызатын көрінеді. Мұғалім: «Тима, егер сен бір қап алтын мен бір қап ақыл тауып алсаң, қайсысын алар едің?» Оқушы: «Әрине алтынды алар едім». «Эх, Тима, ал мен болсам, ақылды алар едім». «Апа, енді кімге не жетпей тұрса, соны алады ғой, солай емес пе?» Бір жігіт жастайынан аурушыл болып, үйленіп, бала шағалы болғанда, аурудан ерте өлетінін біліп, баласын шақырып алып айтқан екен: «Балам, мен өлген соң, адамдар әкең неден өлді десе, спидтен өлді дей сал». Сөйтсе баласы шошып кетіп: «Әке, оныңыз не? Ел жұртқа масқара боламыз ғой, неге олай дейсіз?» Зато шешеңе ешкім піспейді. Асханада студент оқытушысының қасына келіп отырады. Оқытушысы жақтырмай: «Қайда отырдың? Шошқа мен бұлбұл бірге тамақтанбайды», дейді. Студент: «Жарайды, мен ұшып кеттім онда», депті. Оқытушысы сөзден жеңіліп: «Емтиханды алдыма келерсің, көреміз әлі», деп іштей ойлайды. Емтихан науқаны келеді. Әлгі студент барлық сұрақтарға дұрыс жауап беріп 5 алады. Оқытушысы мін таппай мынадай сұрақ қояды: «Бір қап алтын мен бір қап ақылдың біреуін таңда» десе, қайсын таңдар едің?» Студент: «Әрине алтынды». Оқытушы: «Мен ақылды таңдар едім». Студент: «Әркім өзіне жоғын алады». Оқытушы ашуланып баға қоятын жерге есектеп жазып беріпті. Студент шығып кетеді де, қайта айналып келіп: «Сіз қолыңызды қойып, баға қоюды ұмытып кетіпсіз», деген екен. «Ағай, кешіріңіз, я не знаю деген сөзді аударып бере аласыз ба?» «Мен білмеймін». «Сіз де білмейсіз ба?» «Енді кімнен сұрасам екен?» Әйелі күйеуіне: «Не істеп отырсың?» десе, күйеуі: «Неке куәлігін оқып отырмын», депті. «Неке куәлігін оқыған несі?» десе, «Енді жарамдылық мерзімі қашан бітетінін білейік те». Бір күні мұғалім сыныптағы оқушыларына жақсы адам болу, адамдарға жақсылық жасау туралы айтып, тәрбие сағатын өткізеді. Ертеңіне бір оқушы қолын көтеріп: «Апай, мен кеше көзі көрмейтін кісіні жолдан өткізіп жібердім», дейді. Мұғалім: «Бәрекелді, жарайсың Мақсат», деп мақтайды. Оның артынша тағы бір оқушы қолын көтереді де: «Апай, мен кеше Мақсатқа әлгі соқыр кісіні жолдан өткізуге көмектестім», дейді. «Апай, неге? Мақсат өзі өткізе алмас па еді?» «Жоқ, ол кісі жолдан өткісі келмеді, біз оны мәжбүрлеп өткіздік», деген екен. «Неге мына жерге бұрыш екпейсіз?» «Өспейді бәрібір». «Неге өспейді?» «Себебі екпейміз». Төбет күшігін шақырып алып: «Мектепте сабақты жақсы оқисыңдар ма?» деп сұрайды. «Әрине жақсы оқимыз». «Оқуды үйрендің ба?» «Жоқ». «Санауды ше?» «Жоқ». «Түбің түскір-ау, мектепте не үйретеді?» «Біз шет тілін үйреніп жүрміз». «Жақсы екен, шет тілінде бірдеңке айта қойшы». «Мяу». Екі жігіт жұмақтың алдында өздерінің кезегін күтіп отыр екен. Біреуі сұп-сұр боп қалтырап, екіншісі көңілді отыр екен. Көңілді отырған жігіт әлгі жігітке: «Сен қалай өлдің?» «Үсіп қалдым, ал сен ше?» «Ал мен қатты қуанғаннан жүрегім жарылып кетті». «Бұл қалай сонда?» «Үйге келсем, әйелім жартылай жалаңаш, төсек шашылып жатыр. Мен әлгі жігітті іздей бастадым. Барлық жерді қарадым, таппадым. Содан қуанғаннан жүрегім жарылып кетті». «Ақымақ, тоңазытқышты қарамадың ба? Екеуміз де тірі қалар едік». Орысша білмейтін екі қыз: «Давай орысша сөйлесейік», депті. Сол кезде қастарынан бір КамАЗ шаңдатып өте кетіпті. Біріншісі: «Фу, шаң тозаң пришла», десе, екіншісі: «Сенің сөзіңе күлкім пришла», депті. Біріншісі: «Кстати, вчера я тебе позвондала, почему трубку не брала?» десе, екіншісі: «А я голову стирала», депті. Бала есік алдынан: «Ана! Ана! Ана!»
деп айқайлайды. Неге айқайлап тұрсың? Мен қонақ бөлмедемін. Мұнда келіп қажетіңді дұрыстап айт. Бала бүкіл пәтерді шарлап, анасының жанына келеді. Анашым, мен боқ басып кеттім. Аяқ киімімді қайда жууым керек? Жаңа автокөлік сатып алған бір мақтаншақ студент көшеде әрі-бері ызытып жүріп, жол жиегіндегі бағананы сүзіп қалып, ес-түсінен айырылып, ауруханаға апарылыпты. Онда 2 апта емделіп, үйіне қайта оралады. Көңілін сұрап келген топтастары: "Я, қалайсың? Дәрігерлер не деді?" Ол: "Дәрігерлер миың жоқ екен, әтпесе қатты шайқалатын еді" деп айтты, деген екен. Түннің жарымында біреу пәтердің есігін қағыпты. 2 қабат әйел күйеуіне: "Папасы, барып қарап келші, кім екен?" "Өзің баршы." "Жынсыз ба? Мен 2 қабатпын. Қорқамын ғой." "Сен 2 қабат болып тұрып қорқсаң, 1 қабат болып мен қорқпайым ба?" Бір күні бір жігіт Құдайдан сұрапты: "Неге қыздардың бәрі сыпайы, мейірімді, нәзік, ал әйелдердің бәрі ұрысқақ, ашуланшақ?" Сонда Құдай: "Қыздарды жарататын мен, ал олардан әйел жасайтын сендер" депті. Жарым түнде бір скелет жатқан жерінен шығып, көрші скелетке барып: "Братан, тұр, түн болды. Қаланы бір айналып келейік." Екінші скелет қазып шығып, аты фамилиясы жазылған тасты қопарып алып, үстін қағып жатса: "Тасты не істейсің?" "Қазір заман басқа, паспортсыз жүруге рұқсат жоқ." Толған кезде көз қанша уақытта ашылады? Сиырдікі толған кезде, мысықтікі 6 күннен соң, иттікі 10 күннен соң, адамдікі үйленгеннен соң ашылады екен. Есек пен түлкі әңгіме барысында шөптің түсіне қатысты сөзге келеді. Түлкі шөпті жасыл десе, есек сары дейді. Осылайша біраз сөз таластыра отырып, шешімге келе алмаған соң, аң патшасы арыстанға келеді. "Патшам, сізден төрелік сұрап келдік. Есек екеуміз таңнан бері айтысып отырмыз. Ол шөптің түсін сары дейді, ал мен жасыл деймін. Шынайы төрелігін сіз айтыңызшы", дейді түлкі. Арыстан ойлана отырып, нөкері қасқырларға: "Есекті еркіне жіберіңдер, ал түлкіні 30 дүре соғыңдар", дейді. Сонда түлкі: "Патшам, менікі дұрыс емес пе? Шөптің түсі жасыл емес пе?" дейді. Арыстан: "Иә, шөптің түсі жасыл. Менің берген жазам сенікі дұрыс болмаған үшін емес, есекпен сөз таластырғаның үшін", деген екен. Өлім аузында жатқан бір кемпір стакан сүттен басқа ештеңе ішпейді екен. Балалары ішетін сүтіне шай қасықпен жарты қасық виски беріпті. Келесі күні 1 қасық. Одан кейін сүттің жартысына дейін құйыпты. Содан 1 ай ішінде сүттің орнына таза виски болыпты. Әлгі кемпір аяққа тұрып, балаларын жинап айтады екен: "Анау қорада тұрған сиырды ешқашан сатпаңдар." Мұғалім тәйірден сұрайды: "Сенің қателерің неге парталасыңның қателерімен бірдей?" "Ұстазымыз біреу ғой енді." Колобок моншадан шыққан соң, ойланып тұрып: "Ту, басымды жумаппын ғой", депті. Бүгін тағы да спортзалға баруды ұмытып кеттім. Міне 2-ші жыл қатарынан осылай. Асқазанының қатты ауырып тұрғанына шағымданып келген адамнан дәрігер сұрайды: "Кеше түскі және кешкі аста не жедіңіз?" "Алдыма не қойылған болса, соның бәрін жедім." Дәрігер ойланып тұрып, көздің дәрілерін жазып береді. Науқас ашуланып: "Дәрігер мырза, мынауыңыз не? Асқазан мен көздің не қатысы бар?" "Қатысы бар, әрине. Көзіңіз жақсы көргенде, алдыңнан шыққан барлық нәрсені апыл-ғұпыл жей беріп, асқазаныңды бұзбас едің", деген екен. Бір күні жындыханада бір жынды өлем деп, талға арқан байлап, беліне байлаған екен. Сонда дәрігер келіп: "Не істеп жатырсың?" депті. Әлгі жынды: "Өлгім келеді." Дәрігер: "Өлгің келсе, арқанды белге емес, мойныңа байласаңшы." Жынды: "Байлап көрдім.
Ауа жетпей кетті, депті. Бастық көмекшісіне: мен саған 1 сағаттық баяндама жаз деп едім ғой. Ал мен оны 2 сағат оқыдым. Өзіңіз ғой көшірмесін бірге алып кеткен. Дәрігер: о, құтты болсын, сіздің әйеліңіз жүкті екен. Қалайша ол жүкті? Біз қорғанып жүрдік қой, десе. Білесіз бе, жүктілік деген жолдағы машина сияқты. Сіз қанша қорғанғанымен машинаны біреу соғады, деген екен. Таңертең үйіне оралған кісіден әйелі сұрапты: түнде қай жерде қондың? Талғаттың үйінде. Әйелі дереу телефонды алып Талғатқа звондап: алло, түнде сенің үйіңде күйеуім қонып қалды ма? Деп сұраса: иә, ол қазір ұйықтап жатыр, депті Талғат. Мұғалім сұрайды: балалар, әлемдегі ең жылдам нәрсе не? Оқушылардың бірі жауап береді: ой, мұғалім, интернет. Екіншісі: жоқ, жарық. Сыныптың арт жағынан Асан көтеріліп: мұғалім, ең жылдам нәрсе диетаға отыру туралы шешім. Таңертең шешім қабылдайсың, түскі асқа дейін ұмытып кетесің. Бір күні мен үйге келсем, итім маған сәлем деді. Шынымен бе? Сен не дедің? Мен шок болдым да, қайырлы кеш дедім. Содан бері ол менімен артық сөйлеспеді. Маған ренжіп қалған сияқты. Мен әйелімнің алғашқы күйеуін іздеп жүрмін. Немене іздейсің оны? Оның мына әйелден қалай құтылғанын білгім келеді. Бір ұры автобуста дәу адамның қалтасын қарап жатқанда, ол кісі ұрының қолын ұстап алады. Ей, бейшара, сорлы, менің қалтамда нең бар? Сонда ұры: өзің бейшара, осы мен 3-ші қалтаңды қарап жатырмын, көк тиының жоқ екен, деген екен. Еркектер Wi-Fi сияқты. Сенің жаныңда болса, сенен басқаны көрмейді. Алыстасаң, поиск нового устройства болады. Ауруханада мейірбике науқастың қасына келіп: ояныңыз, ояныңыз деймін. Оянсаңызшы енді. Науқас оянады. Не болып қалды? Мен сізге ұйықтататын дәрі алып келдім. Жігіт қызға: сенің көзің шынымен де күн сияқты жарқырайды. Қыз қуанып: шынымен бе? Жігіт: иә, әрдайым қарап тұрғанымда көзім қыза бастайды. Жаным, не ойлап отырсың? Сен не ойласаң, соны ойлап отырмын. Ұялмайсың ба, ұятсыз? Кезінде әке-шешемді бекер тыңдамаппын. Қазір соған өкініп жүрмін. Әке-шешең не деп еді? Қайдан білейін? Айтып тұрмын ғой, тыңдамаппын. Блондинка жігіттен сұрайды: неше жастасың? Мен 1979 жылы тудым. Ал бұл маған ештеңе айтпайды. Мұғалім Дастаннан сұрайды: Дастан, алма жинау үшін ең қолайлы уақыт қайсы? Ит ұйықтап жатқан кезде. Екі дос сөйлесіп жатыр. Бауырым, сенің әйеліңнің жалаңаш суреті бар ма? Жоқ. Қаласаң берейін. Дәрігер: автокөлік апатынан кейін мен басымды тіккен. Сіз бе? Иә, мен. Сізде тігіске қатысты шағымдарыңыз бар ма? Жоқ, о не дегеніңіз? Тек бұл менің басым емес. Әйелі есіктен кіре салысымен күйеуінің басынан бір ұрыпты. Күйеуі: айбай басым, жынсың бе? Десе, әйелі: сен мені 2 жылдан бері бегемот деп атап жүргенің үшін, депті. 2 жылдан бері ашуың енді келіп қалды ма? Десе әйелі: ей ақымақ, бегемоттың не екенін бүгін зоопарктен көріп білдім, депті. Бір күні күйеуі компьютер ойнап отырса, әйелі қызығып: жаным, мен де ойнайыншы, десе күйеуі: туф, осы сен пол жуып жатқанда полды мен де жуайыншы демеймін ғой, депті. Бір кедей жігіт байдың қызын қатты ұнатып, қыздың үйіне барады. Әкесіне жолығып қызын сұрайды.
Сонда әкесі: сенің тапқан ақшаң қызымның туалетный бумагасына да жетпейді ғой, депті. Жігіт ренжіп кетіп бара жатса, алдынан қыз шығады. Ашуланған жігіт: жолымнан тұр, тышқақ, депті. Зебра кенгуруға: кенгуру, сен неге бір баладан артық бала аламайсың? Десе, кенгуру: екі баланы қалта көтермейді, депті. Алло, милиция, мен жолда кетіп бара жатып, машинамен бір малды басып кеттім. Ештеңе етпейді. Малды жолдың шетіне қойып, жолыңызды жалғастыра беріңіз. Кейін штрафын төлерсіз. Аха, болды. Ал оның велосипедін не қылайын? Жедел жәрдемге қоңырау. Жедел жәрдем, тыңдап тұрмын. Көмектесіңіз. Менің балам ручканы жұтып қойды. Түсінікті, бригада шықты. Ал мен не істейін? Әзірше карандашпен жаза тұрыңыз. Көшеде екі мас жігіт қыздың соңынан еріп бара жатып: қарындас, сіз сұлулық салонына барғансыз ау? Қыз: иә, депті майысып. Бәлкім жабық болған шығар. Әйел адамдар жылына 2 килограмм помада жейді екен. Ал еркектер болса 7 килограмм. 80 жасқа келген шал дәрігерге келіп: балам, мен келесі аптада үйленемін. О, ата, жақсы ғой. Апам неше жаста? Апа емес, 20 жастағы қыз, депті. Сонда дәрігер: негізі сізге дәрігер ретінде ақыл айтайын. Төсек қатынасы кезінде о дүниеге кетіп қалуы мүмкін. Сонда шал дәрігерге бір қарап: өліп жатса басқасын алам да, деген екен. Жігіт қызға: сені көргенде жүрегім лүпілдеп, тынысым тарылады, тілім күрмеліп кетеді. Қыз күліп: ай, шынымен ба? Жігіт: иә, менде саған аллергия бар сияқты. 3 жігіт шетелге барып, қонақ үйдің 45-ші этажына жайласыпты. Тамақтанатын орын 1-ші этажда екен. Лифтпен түсіп тамақтаныпты. Сосын 45-ші этажға шығайын десе, лифт бұзылып қалыпты. Олар 15 этаждан анекдот айтуға келісіпті. Біріншісі, екіншісі 30-ші этажға дейін анекдот айтыпты. Үшіншісіне кезек келіпті. Ол: қазір бір әңгіме айтам, қатып күлесіңдер, депті. Қасындағылар: айт. Жаңағы жігіт: бөлмеміздің кілті 1-ші этажда қалып қойыпты, депті. Не үшін Америка киноларына афроамерикандықтарды қоса береді? Себебі оларсыз кино цветной шықпайды да. Екі чукча кездеседі. Менің қанша бұғым бар екенін тапсаң, екеуін де беремін. Екі: ай, сен көріп келекенсің. Екі томат жолдан өтіп бара жатады. Біреуін көлік басып кетеді. Екіншісі: айналайын, кетшіп жан, тұршы, тұршы. Көшеде біреу әйелін шыңғыртып сабап жатыр екен. Жанынан өтіп бара жатқан молда: ей, қатыныңды сонша ұрғаның не? Әйеліңді жазалағың келсе, тоқал ал, депті. Еркек тоқтай қалып: не дейсіз? Десе, әйелі: оттамасын, ұра бер, деген екен. Жаңа қызметке тағайындалған әкімнің алғашқы күні. Ол кабинетіне келіп, алдына компьютерді қойып, ойланып отырады. Көмекшісі кіріп: сізге қалай көмектесе аламын? Әкім: мына компьютерді қалай қосу керек? Көмекшісі: басеке, сіз компьютерді қосуды үйренгенше, біз сіздің атыңыздан барлық жұмысты аяқтап қоямыз. Балықшыны бақылау инспекторы ұстап алады. Сен ұсталдың, жігітім, енді құтыла алмайсың. Онда балық аулауға болмайды. Мен балық аулаған жоқпын. Ие, өтірікті соқпа. А мынау не? Бұл менің балығым. Серуенге алып келдім. Суға жіберемін, кейін ысқырамын, ол қайта оралады да, біз үйге кетеміз. Ие, қойшы. Кәне, көрсет. Жігіт балықты суға жіберіп, қарап тұрады. Инспектор: ысқырмайсың ба енді? Неменеге? Балық қайта оралсын деп. Қандай балық?
Бірде әйелі күйеуі жұмыстан келгенше үйіне жаңа перделер іліп, мебелінің орнын ауыстырып қойыпты. Сол күні күйеуі ішіп келіп, еш нәрсеге мән бермей ұйықтап қалады екен. Таңертең 5-те оянып қараса, барлық нәрсе басқаша. Орнынан атып тұрып, асығып киініп жатса әйелі: «Ертеден ерте қайда бара жатырсың?» десе, күйеуі әйеліне қарамастан: «Үйге бармасам болмайды, әйелім білсе, сені де мені де өлтіреді» депті. Екі құрбы суретке түсіп жатыр. Енді түскен суреттерін қарап отырып: «Фу, ұсқынсыз, тұрды қарашы. Ой, сені кештен емес, мен айтсай, енді сен айтып тұрмын ғой» депті. Бір күні қазақ, орыс, өзбек келе жатып, бір байға кезігеді. Бай оларға: «Кімде-кім менің қойымды мә дегізсе, соған бар байлығымды беремін» депті. Сонымен орыс пен өзбек мә дегізе алмай қойыпты. Ал қазақ барып қойдың жамбасына ине тығып алады. Сол кезде қой мә дейді екен. Бай тағы: «Енді қойымды дегізіп беріңдер» депті. Орыс пен өзбектен ештеңе шықпайды. Қазақ барып: «Кешегідей артыңа ине тығып алайын ба?» дегенде қой депті. Сөйтіп, бар байлық қазаққа қалыпты. «Официант, менің сорпамда шыбын жүр». «Кешіріңіз, біз оны менюге қосуды ұмытып кетіппіз». Тырнағы ұзын қыздардың мұрны таза болады екен. Дәрігер: «Мен не істесем де барын 10 рет қайталаймын. Өзімді өте жаман сезінемін. Бірақ әйелім разы. Отағасы: «Бүгін екеуміздің шаңырақ көтергенімізге бақандай 15 жыл бопты. Қорадағы семіз қошқарды соймадық па?» «Қуасың ба? Малдың не жазығы бар? Екеумізді таныстырған Нұрсұлтанды сояйық». Күйеуі командировкадан ерте келіп үйіне кірсе, әйелі төсекте жатыр екен. Оны көрген күйеуі: «Сен неге жатырсың?» деп сұраса, «Жаным, жүрегім ауырып жатыр, мазам жоқ» депті. Күйеуі: «Жарайды, қазір баланы дәріге жіберемін». Баласының бөлмесіне кіріп, баласына: «Неғып отырсың? Бар мамаңа дәрі әкеп бер» десе, баласы: «Әке, ол бөлмеде көрші Дәулет шкафтың ішінде отыр ғой» депті. Әкесі апыл-ғұпыл бөлмеге жүгіріп келіп, шкафты ашып қалса, Дәулет отыр екен. Күйеуі қарап тұрып: «Ей көрші, менің әйелім өлейін деп жатыр жүректен. Ал сен баламен жасырынбақ ойнап жүргенің не?» деген екен. Қазақ қыз орысқа күйеуге шығады. Бір күні күйеуі жұмыстан келе жатып, көзіне талдың шыбығы тиіп, көзін ауыртып алады. Үйіне жынданып келіп, талды кесіп тастамақшы болып, қол араны іздеп, таппаған соң әйеліне: «Где пила?» Әйелі: «Ішкен жоқпын». Күйеуі: «Ей, пила где, говорю?» Әйелі: «Шын айтамын, ішкен жоқпын». Күйеуі: «Дура, где пила?» Әйелі: «Көршінікінде аз іштім». Күйеуі: «Зачем дала?» Әйелі: «Мас болып қалыппын». Арманмен ұйықтап, мақсатпен оян дегенді естіген бір келіншек: «Мә, мұны күйеуім біліп қойса, өлтіреді ғой» деп жүр дейді. Болат күніге мас болып ішеді екен. Әйелі: «Сенің бір күн сау ішпей жүретін күнің бола ма? Құдай үшін, хотя бы 3 күн арақты ішпеші, саған қорадағы қойды сойып, етін асып, қалаған тамақтарыңды жасап беремін» депті. Екінші күні әйелі қора жаққа бара жатса, Болат қойды ұстап: «Қорықпа, сен әлі көп өмір сүресің» деп айтып отыр екен. «Папа, неге афроамерикандықтар шоколад жемейді?» «Себебі олар қолын тістеп алудан қорқады». Мұғалім: «Дастан, сен айтшы, қай өзен ұзын? Волга ма, әлде Миссисипи ме?» «Миссисипи». «Қаншалықты екенін айта аласың ба?» «Бақандай 4 әріпке». Бауыржан: «Анашым, есіңізде ме? Егер мен 4 алсам,
Маған күні бойы серуендеуге болады деп айтып едіңіз ғой. Есімде. Не болды? Демек, бүгін мен жарты күн серуендеймін. Бір күні жындыхананың асханасында жындыларды тексеру үшін ауруларға бос ыдыс беріпті. Бәрі ішіп отырғандай болып отырады. Біреуі ғана ештеңе істемей отырады екен. Сонда бір тексеруші, мынау кішкене жазылайын деген екен деп ойлап, оған неге ішпей отырсың деп сұрайды. Сонда анау, суығанын күтіп отырмын депті. Бір қой мен ешкі төмпешіктен төмен жүгіріп ойнапты. Қой жүгіріп бара жатса, ешкі қарқылдап күліпті. Қой, не болды десе, ешкі, сен жүгіргенде құйрығың ашылып жабылады екен депті. Сонда қой, сенің құйрығың ылғи ашық тұрса да күлмейміз ғой депті. Жындыханада бір жынды, мен Құдайдың жіберген елшісімін. Арғы жақтан бір жынды, мен ешкімді жіберген жоқпын деген екен. Дәрігер, менің балам құм жеп қойды. Мен оған кішкене су бердім. Енді не істеу керек? Бақылап жүріңіз, цементке жақындамасын. Екі балықшы кездеседі. Біреуі екіншісіне, мен кеше өзімнің қолымдай балық ұстадым. Алдамаш, балықтар ондай жүн болмайды ғой. Кеше кешке мен фильмді паузаға қойдым да, өзіме кофе дайындауға кеттім. Сөйтіп, мен кинотеатрдағы жұмысымнан айырылдым. Мектепке келген жаңа тарих мұғалімі оқушылардың білім деңгейін тексеру мақсатымен отырарды кімдер алды деп сұрапты. Апай, біз емес алған. Оқушылардың төмен деңгейіне ашынған мұғалім директорге барып, оқушылар тіпті отырарды кімдер алғанын білмейді десе, директор, ой қорықпаңыз, кім алса да жылдың соңына дейін қайтармаса, оқудан шығарып жібереміз депті. Баласы қайта-қайта бұзықтық жасап, мектепке шақырылған әкесі баласына қарап, сен есейіп қалдың, енді ақылды бол балам. Сен еркелігіңді көрсетіп, бұзықтық жасаған сайын шашым ағаруда. Әкеңе жаңың ашса, ендігәрі ақымақ болма балам, жарай ма? дейді. Сонда баласы, бәсе, неге атамның шашы аппақ десем, атама жаныңыз ашмаған екен ғой, деген екен. Жындыханаға комиссия келді. Бас дәрігерден сұрайды. Неге сіздердің пациенттеріңіз көлік рөлін ұстап алып, дәліздеріңізбен жүгіріп жүр? Бас дәрігер суырмадан рөлді алып шығады да, ал жүріңіз, өзіміз барып көрейік. Қожанасыр етікшіге барып етік тіктіріпті. Дайын болғанда етікші Қожанасырға, бір аптадай аздап қысып жүруі мүмкін, одан кейін түсіп кетеді, дейді. Қожанасыр үйіне келіп, етікті әйеліне береді де, мынаны бір жерге сақтап қой, бір аптадан кейін бересің, әйтпесе аяғымды қысады екен, депті. Өзіңді суреттеп берші. Қараторымын. Көзіңші. Бар. Екеу. Бір күні Тасбақа кафеге келіп, бір стакан су алып кетеді. Екінші күні тағы да су сұрап алып, кетіп қалады. Үшінші күні су сұраса, бармын. Тасбақа, күнде су алып кетесің, не істейсің оны? Десе, Тасбақа, тездетші бауырым, үйім өртеніп жатыр, депті. Баласы жұмыстан келген әкесіне қарап, әке, бүгін дәрігерге қаралдым. Маған денсаулығың жақсару үшін бір ай жағажайда демалу қажет, деді. Бұған не дейсіз, әке? Қайда барамыз? дейді. Сонда әкесі, басқа дәрігерге барамыз, деген екен. Бір күні жануартану пәнінің мұғалімі оқушыларға сұрақ қояды. Африкада мекендейтін 5 жануарды атаңдар, депті. Сонда бір бала атып тұрып, 2 піл, 3 жираф, деген екен. Тіс дәрігері емделушіге көңілжи қарап, кешіріңіз, мен сіздің сау тісіңізді жұлып тастаған сияқтымын. Енді ауру тісіңізді тағы жұлуға тура келеді, дейді. Емделуші қан түкіріп тұрып қуанғанын жасыра алмай, көз дәрігері болмағаныңыз қандай жақсы болды,
депті. Лық толы автобуста бір әйел бақырып жатыр. «Ей, мужик, не істеп жатырсың?» Аз ғана уақыттан соң қайтадан: «Ей, мужик, не істеп жатырсың?» Шыдамаған бір кісі: «Ей, мужик, не істеп жатырсың? Айта салшы, ішті жандырмай». Қожанасыр бір күні шайханаға келіп: «Суық шай бар ма?» дейді. Шайханашы таңырқап қарап: «Жоқ» дейді. Қожекең екінші күні тағы келіп: «Суық шай бар ма?» деп сұрайды. Шайханашы: «Жоқ, әрине, бізде үнемі шай ысып тұрады» дейді. Үшінші күні шайханашы Қожекеңнің келетінін ойлап, оған арнайы шай суытып қояды. Қожекең келіп: «Суық шай бар ма?» дегенде, шайханашы: «Бар, сізге арнайы дайындап қойдым» дейді. Сонда Қожекең: «Онда ысытып әкел, шай ішейік» деген екен. Қожанасыр бір күні үйіне келсе, туған әке-шешесі ұрсып жатыр екен. Қожанасыр әкесіне: «Әке, басында айттым ғой, осы қатынға үйленбей-ақ қой» деп. «Анашым, мына көже бұзылып кеткен жоқ па? Же, қорықпа, ертең демалыс күні ғой». Бір жынды шегені жарға теріс жағымен қағайын деп жатса, екінші жынды келіп: «Ей, жындымысың? Мына бұл жердің шегесі емес, ана қарама-қарсы жардың шегесі» депті.